Сәлеметсіңдер ме, құрметті 2-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі пәні. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 119-шы сабақ. Сабақтың мақсаты етістіктің түрлерін ажырату, сұрақ қою, сұраққа жауап беру. Есіңе сақта, заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Өсті, ойнады, сайрады, жүрді, жүзді, тағы да басқа. Оқулығымыздың 94-ші бетін ашайық. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді жатқа жаз. Төскейінде жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Кәне оқушылар, барлығымыз бірге отырып жаттап алайық. Төскейінде жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Кәне барлығымыз бірге тағы бір қайталайық. Төскейінде жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Балалар, енді бірінші жаттығуды кітаптың бетіне қарамай, өзіміз орнымызда отырып, жазып аламыз дәптерге. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсетеміз. Екінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқып, етістіктерді тауып. Көл баяу толқып жатыр. Көлдің түбі құмақ. Қиыршық тастар бар. Балалар көлге шомылуға келді. 10-ға 100, елімге барма деп айғайлады Жүсіп. Айша 10-ға жүзді. Онымен қатар Әмина жүзіп барады. Балалар, етістік дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Заттың іс-қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табын етістік дейді екенбіз. Етістік қандай сұрақтарға жауап береді? Жарайсыңдар. Не істеді, не қылды, қайтты. Балалар, етістіктер нешеге бөлінеді? 2-ге. Қандай болып? Дара, күрделі етістіктер. Ендеше балалар, қазір мына мәтіннен дара етістіктерді және күрделі етістіктерді табамыз. Оқулығымыздағы 3-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттегі зат атауларын, олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Тікұшақ. Не істейді балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ұшады. Кеме жүзеді. Машина жүреді. Ендеше дәптерімізді алып, ашып, осы сөздерді, сөйлемдерді жазып қоямыз. Үйге тапсырма, ереже жаттау. Мен ұшқышпын тақырыбында әңгіме жазу. Тиістік етістіктерді тауып жазады, сұрақ қоя алады, мәтіннің түрін ажырата алады.